Сәлеметсіздер ме ата-аналар, сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен ас адамның арқауы деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Бүгін біз тағам түрлері, дастархан басына сақталатын ырым-тыйымдар, дастархан басындағы дәстүрлер, ас ішу тәртібі, дұрыс тамақтану ережесі, тамақтану гигиенасының ережесі, пайдалы зиянды тағамдар туралы айтатын боламыз. Тағам түрлері ет тағамдары, сүт тағамдары, нан тағамдары болып бөлінеді. Ет тағамдары қазақша ет, қуырдақ, қазы-қарта, шұжық, бесбармақ жатады. Сүт тағамдарына өзіміз ішіп жүрген айран, қаймақ, ірімшік, сүзбе, қымыз. Ал нан тағамдарына тоқаш, шелпек, бауырсақ, таба нан жатады. Дастархан басында сақталатын ырым-тыйымдарды айтатын боламыз. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды. Ас ішіп болған соң тойдым деуге болмайды. Қанағат деу керек. Қонаққа сынық ыдыспен ас беруге болмайды. Ортада тұрған ыдысты тамақты біреудің алдынан алма, өз алдыңнан алып же. Тамақ үстінен аттамайды. Осыны біліп жүрейік. Ал дастархан басындағы дәстүрлерді білеміз бе? Үйге келген адамдарға дәм таттырмай шығармайды. Ауыз тиіңіз деп айтады. Төрге шығарамыз. Жоғарылатыңыз, төрлетіңіз деп. Шәй ішіңіз, дастарханға келіңіз деп. Дастархан басында адамдар жасына қарай отырады. Кішілер төменде, жасы үлкендер жоғарыда отырады. Астан кейін дастархан басындағы ең үлкен адам бата береді. Ас ішу тәртібін білеміз бе? Қол жумай асты ішпейміз. Үйге кірместен бұрын қолымызды жуу керекпіз. Аузында тамақ тұрғанда сөйлемейді. Дастархан басында әдепсіз сөйлемейді. Асты асықпай, әбден шайнап жұту керек. Тамақ ішіп отырып, кітап оқуға, теледидар көруге болмайды. Ал дұрыс тамақтану ережесіне келетін болсақ, майлы тағамдарды көп пайдаланбаңыз. Дым ащы және тұзды тағамдардан сақтаныңыз. Тәттілер көп, ал денсаулық біреу-ақ. Жеміс-жидектер пайдалы тағам. Күніне 3 рет бір уақытта тамақтану қажет. Тамақты дұрыс шайнап жұту керек. Тым ыстық не суық тамақтан тістің эмалі бұзылады. Түрлі дәмдеуіштер қосылған тағамдар ағзаға өте зиян. Тамақтану гигиенасының ережелерін білеміз бе? Тамақтану режимін сақта. Тамақ құрамы туралы ойлану қажет. Тамақты дұрыс шайнаймыз. Тамақты артық жемейміз. Тамақ уақытында асықпау керек. Ал енді пайдалы зиянды тағамдар туралы айтатын боламыз. Пайдалы тағамдарға қарақұмық, алма, бесбармақ, сарымсақ, жүгері ботқасы, компот, сәбіз, айран, шабдалы, түрлі жемістер жатады. Ал зиянды тағамдарға күнделікті өзіміз қолданатын газ сусыны, қуырылған картоп, кока-кола, керешки, чипсы, балмұздақ. Осылардың барлығы зиянды тағамдарға жатады. Ал ас туралы мақал-мәтелдерді жаттап алайық. Ас атасы нан, нан атасы дән. Ас адамға қуат береді. Ас иісімен тәтті, тағамымен жақсы. Ас қадірін тоқ білмейді. Бүгін менің осы айтқандарымды естеріңде сақтасаңдар, сендердің денсаулықтарың мықты, күштерің көбірек болады. Назарларыңа рахмет.